Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда қытырлақ өте дәмді самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырын жасауға кірісейік. Ұнымызға салқын сары майымызды салып, үгітеміз, немесе үкіштен өткізсеңіз болады. Ұнымызға айран, сұйық май және де сап-салқын суға бір қасық тұз салып, қамыр илейміз. Судың барлығын құйып жібермейміз, жаймен қамыр илеу барысында қараймыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтын болуы қажет. Дайын болған қамырды пакетке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды жұқалап илеймін. 2-ге бөліп илесеңіздер болады, мен 1 жайым қылып илеймін. Жұқалап иленген қамырдың үстіне ерітілген сары майды жағып, жаймен ораймыз. Дайын болған қамырды мұқият орап, кемінде 2-3 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Етімізге пияз, тұз, бұрыш қосып араластырып дайындап аламыз. 2 сағат өтті. Дайын болған қамырды өзіңіздің қалауыңызша бөлшектерге бөлеміз. Мен әр бөлшекті шамамен 45 граммнан алдым. Барлығын бірдей өлшеммен алсаңыз, самсаларыңыз біркелкі әдемі болып піседі. Кейін қамырымызды илеп, самса жасауға кірісеміз. Иленген қамырымыздың үстіне етті салып, видеода көрсетілгендей самсамызды жасаймыз. Самсаны өзіңіз қалаған формада жасауыңызға болады. Мен 3 бұрыш формасында жасадым. Дайын болған самсаның үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өзіңіздің қалауыңызша кунжут немесе тмин себуіңізге болады. Қызып тұрған пешке 200 градусқа 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Мен қамырдың барлығын қолданбадым, сол себепті жартысын мұздатқышқа сақтап қоямын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, 1-2 айға дейін бұзылмай тұрады. Самсалар дайын болды, өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап жіберіңіздер.